Шымкент қаласы Асанбай Асқаров атындағы номер 77 мектеп лицейінің 4-ші Б сынып оқушысы Мақсұт Айша қыз Абай Құнанбаев. Ақ киімді денелі, ақ сақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Дем алысы үскірік аяз бен қар. Кәрі құдан қыз келіп әлек салды. Ұшпадай бөркін киген оқшыр айтып, аяз бенен қызарып ажарланды. Бұлттай қасы жауып екі көзін, басын сілкісе қар жауып мазаңдалды. Борандай бұрқ-сарқ етіп долданғанда, алты қанат ақ орда үй шайқалды. Әуес көріп жүгірген жас балалар, беті қолы домбығып үсік шалды. Шидем мен тон қапаттап киген малшы, бет қарауға шыдамай теріс айналды. Қар тепкенге қажымас қайран жылқы, титығы қыруына азақ қалды. Қыспен бірге тұмсығын салды қасқыр, малшыларын қор қылма итке малды. Соныға малды жайып күзетіңдер, ұйқы өлтірмес қайрат қыл бұз қамалды. Ит жегенше Қондыбай қанай жесін, қыз жіберіне ант тұрған кәрі шалды.